сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркелген етіңіздер. Түркітілдес журналистер қорының президенті Назия Жоямергенқызы Facebook парақшасына Арамиль Мухаряповтың қылығына қатысты пікір білдіріп, қазақстандықтарды бойкот жариялауға шақырды деп хабарлайды Адырна ұлттық порталы. Ойбай, кешірімді болайық деп жатқан қазақтарға. Мухаряпов қазақша сөйлейтін контенттің арқасында миллиондап пайда табады, бірақ сенің тіліңді менсінбейді. Клиент тарапынан қазақша қойылған сұрақтарды артына да қыстырмайды. Кремльге қарап ұлиды, Путинге табынады. Ұлттық мүддеге келгенде табандылық танытатын азаматтық ұстаным керек. Қазақша пост жазды. Кешірім сұрады деп, құдды ата-бабаларың ата жауды жеңгендей құнжыңдаса бермеңдер. Қазаққа, ұлттық мүддеге қатысты аузына келгенін айтып, сосын кешірім сұрап құтылып кететіндерге сабақ болсын. Авиата, Шокотревель, Шокофуд, Шоколайфми тағы басқа қосымшаларын ұялы телефоннан алып тастаңдар, қызметінен бас тартыңдар, бойкот жариялаңдар, біз сияқты. Қазақ тілін менсінбейді екен, көрейік әуселесін деп жазды ол.